Баршаңызға сәлем. Біз бүгін 9-шы сынып алгебрасының 24-8 есебін шығаратын боламыз. Бізде қосу формуласын қолданып есептеуіміз қажет. Яғни синус 15 градусты есептеуіміз қажет алғашқы. Яғни біз бұнаны келтір формуласына келтіре аламыз. Яғни келтір формуласымен келтіре аламыз. Бұл 15 градус дегеніміз бізде 60 градус азайтылған 45 градус. Бізде 15 градус шығады. Сонда 60-тан 45 азайтсақ 15 градус шығады. Енді қосу формуласы арқылы мынаны жақшаны ашамыз. Синус 60 градус көбейтілген косинус 45 градус азайтылған косинус 60 градус синус 45 градус. Орындарына қоямыз мәндерін. Синус 60-та бізде 2-ден түбір асты 3-ке тең, косинус 41-де 2-ден түбір асты 2-ке тең азайтылған. Мында косинусымыз 60 градуста 2-ден 1-ге тең, көбейтілген 2-ден түбір асты 3-ке тең. Жақшаның сыртына шығарамыз. Бізде бірдей мәндер ол 4-ден түбір асты 3 болып тұруға. 4-ден түбір асты 3-ті жақшаның сыртына шығарсақ, бізде қалады түбір асты 2 минус 1. Келесі екіншісі бізде синус 75 градус екен. Бұл жерде біз 30-ға 45-ті қоса аламыз. Нақты мән шығу үшін 30 градусқа 45 градусты қоссақ, бізде 75 шығады. 30-ға 45 қоссақ 75 шығады. Тек енді ашамыз. Синус 30 қосылған, көбейтілген косинус 45 градус қосылған, косинус 30, синус 45 градус. Мәндерін жазамыз. Синус 30 градуста бізде 2-ден 1-ге тең, косинус 45-те 2-ден түбір асты 2-ге тең, косинус 30-да бізде 2-ден түбір асты 3-ге тең, синус 45-те 2-ден түбір асты 2-ге тең. Ортақ көбейткіш жақшаның сыртына шығарайық, ол бізде 4-ден түбір асты 2 болып тұр. 4-ден түбір асты 2-ні жақшаның сыртына шығарсақ, бізде қалады 1 қосылған түбір асты 3. Келесі косинус 15 градус, дәл синус 15 градус сияқты қылып жасаймыз. Косинус 60-тан азайтамыз 45 деп. Сонда бізде жақша ашқанда косинус 60 градус көбейтілген косинус 45 градус қосылған синус 60 градус көбейтілген синус 45 градус. Мәндерін орнына қоямыз. Косинус 60 градуста бізде 2-ден 1-ге тең, 45 градуста косинусымыз 2-ден түбір асты 2-ге тең, синусымыз 60 градуста бізде 2-ден түбір асты 3-ге тең, ал синус 45 градуста бізде 2-ден түбір асты 2-ге тең. Бірдей ортақ көбейткіш шығарайық жақшаның сыртына. Яғни бізде 4-ден түбір асты 2 болып тұр. 4-ден түбір асты 2-ні жақшаның сыртына шығарсақ, бізде қалады 1 қосылған түбір асты 3. Келесі бізде косинус 70 градус. Косинус 70 градусы дәл синус 70 градус сияқты қылып шығарамыз. Яғни косинус 30 градус қосылған 45 градус дейміз. Жақшаны қосу формуласы арқылы ашайық. Бізде косинус 30 көбейтілген косинус 45 градус азайтылған синус 30 көбейтілген синус 45 градус. Орындарына мәндерін қоямыз. Косинус 30 градуста бізде 2-ден түбір асты 3-ге тең, косинус 45-те 2-ден түбір асты 2-ге тең, азайтылған синус 30 градуста 2-ден 1-ге, 45 градуста 2-ден түбір асты 2-ге тең. Демек бізде ортақ көбейткіш бұл жерде 4-ден түбір асты 2, сонда қалады жақшаның ішінде түбір асты 3 минус 1. Келесі бесіншісі бізде тангенс 15 градус берілген. Тангенс 15 градус дегеніміз бізде синус 15 градус пен косинус 15 градустың қатынасы. Жалпы бізде тангенс 15 градусқа бөлек тангенстің өзінің формуласы бар, бірақ біз оны осы тақырыпта өтпей атқасын, біз тангенсті синус пен косинус арқылы өрнектеп алдық. Және бізде табылған мәнінде просто орнына қоя салсақ болады. Яғни синус 15-те бізде неге тең бұл? 4-ден түбір асты 3, түбір асты 2 минус 1, ал косинус 15-те бізде 4-ден түбір асты 2, 1 плюс түбір асты 3 болды. Және бұл жерде бізде қысқартулар орындалады. Алымын былай жаза аламыз, 4 бөліміне жіберіп, түбір асты 3, жақшаның ішінде түбір асты 2 минус 1, бөлінген 4-ден түбір асты 2, 1 плюс түбір асты 3 деп. Бізде бөлуді бөлшек тұрса, бөлуден кейін көбейтуге айналдырамыз. Қалай айналдырамыз? Бірінші бөлшегіміз тұрады, тимейміз, көбейту қыламыз амалды. Және екінші бөлшек бізде алымы
бөліміне бөлімі алымына ауысады. Сонда бізде мында төрттер қысқарып кетеді. Сонда қалады түбір асты 3, түбір асты 2 минус 1 жақшаның ішінде. Бөлімінде түбір асты 2, 1 плюс түбір асты 3. Келесі тангенс 75 градус. Дәл 5-ші есептегідей синус 75-тің косинус 75-ке қатынасы деп синус косинуспен өрнектеп аламыз. 75 градусты бізде мәнін жазамыз белгілі. Екінші есепте шығып тұр. 4-тен түбір асты 2 жақшаның ішінде 1 плюс түбір асты 3. Бөлімінде косинус 75-тің мәнін жазамыз. 4-тен түбір асты 2, түбір асты 3 минус 1 деп. Яғни бұл жерде бізде 4-тен түбір асты 2-лер алымында бөлімінде 1-дей қысқарады. Сонда қалады 1 плюс түбір асты 3 бөлінген түбір асты 3 минус 1. Келесі жетіншісін қарайық. Жетіншісі бізде катангенс 15 градус. Жалпы бізде катангенс дегеніміз ол 1 бөлінген тангенстің қатынасы. Тангенс 15 градус. Ал тангенс 15 градус бізде міне шықты ғой. 1 бөлінген түбір асты 3, түбір асты 2 минус 1, түбір асты 2, 1 плюс түбір асты 3. Тангенс 15 градусты. Яғни біз 1-ді бөлшектің бөлімінде бөлшек болса, 1 бөлінген бөлшектің бөлімінде бөлшек болса, онда бізде бөлшегіміз керіге ауысады. Яғни алымы бөлімінде қалады, ал бөлімі алымына кетеді. Келесі соңғысы 8-шісі бізде катангенс 75 градус екен. Катангенс 75-те бізде 7-ші есеп сияқты 1 бөлінген тангенс 75 деп жаза қоямыз. Және тангенс 75-тегі бізде мәні бізде 1 плюс түбір асты 3 бөлінген түбір асты 3 минус 1. Соны жазамыз. Түбір асты 3 бөлінген түбір асты 3 минус 1. Яғни бізде катангенс сонда 75 градусымыз неге тең болады? 1 плюс түбір асты 3-тен түбір асты 3 минус 1-ге. Яғни біз 1-ді бөлеміз. Бұлай жазамыз ғой. 1 плюс түбір асты 3 бөлінген түбір асты 3 минус 1 деп. Көбейтуге айналдырған кезде бізде 1 көбейтілген 1 плюс түбір асты 3 түбір асты 3 минус 1 деп. Яғни мына бөлшегімізді керісінше айналдырамыз ғой, алымын бөліміне, бөлімнің алымына. Сонда бізде санға бірге кез келген өрнек болсын, сан болсын көбейтсек, сол сан мен өрнектің өзі шығады. Сонда бізде мынаның өзі қалады екен.